Өзім бұл жобаға дейін Арыстан патша десе бірден Муфасаның баласы Симба есіме түседі. Енді дәл осы жобада Муфаса болғандықтан оған дейінгі хикая, яғни Муфаса қалай патша болды. Бұл жетім абданның қалай патша болғандығы жайлы. Бізді неге аңдып жүрсің? Прайдымды іздеп жолға шықтым. Менің атым Муфаса. Сараби. Жалпы бұл жобада кастингтен өткеннен кейін мен бірден Арыстан патшаның бірінші бөлімін қайталап тағы бір рет көріп шықтым. Муфаса Арыстан патшаны дыбыстаған кезде маған қатты, былайша айтқанда, қиындық тудырмады, себебі ол кейіпкердің мінезі өзіме жақын болды. Дака, оны жеуші болма. Тамаша, тағы бір жеуге болмайтын бейбіт. Жалпы менің осы дубляж саласында жүргеніме 3 жылдың көлемінде болды. Бірақ басты кейіпкерді дыбыстау, оның үстіне Диснейдің туындысын дыбыстау менің тәжірибемде бірінші рет болып жатыр. Ары қарай тіршілік етеміз. Бұдан басқа амал жоқ. Саяхатқа аттанайық. Жалпы Дисней деп бірінші сөз ойыма келген кезде балалық шақтағы бір жылы естеліктерге толы мультфильмдер, солар елестейді өзіме. Енді барша қазақ халқына, тыңдармандар, көрермендерге айтарым: қазақ дубляжын қолдайық, қазақ тілімізді қолдайық, қазақша контентті қолдайық. Осы Диснейдің Муфаса Арыстан патша анимациялық фильміне шыққан сәтте бірге барайық, көрейік, достарымызбен, жақындарымызбен бөлісейік.